Достар, қалайсыңдар? Бүгін мен Аязби деген ертегімен байланысты өзімнің сұрақ-жауап деген блогымды жалғастыратын боламын. Және бүгінгі талданатын сұрағымыз осындай болады. Сөз тапқанға қолқа жоқ деген мәселе қандай жағдайда қолданылады және мысал келтірейік. То есть спрашивается, в каких случаях используется поговорка «сөз тапқанға қолқа жоқ», и нужно привести примеры. Жауабымызды сіз видеоның астында көре аласыз және жауабымыз осындай болады. Сөз тапқанға қолқа жоқ мәселе біреу керек уақытта аяқ астынан дәл сөзді тапқанда және сол адамның айтқан сөзі барлық нәрсені жақсы түсіндіргенде қолданылады. Мысалы, балалар топ құрып әңгімелесіп тұрғанда біреуі сөзді таба алмай, жауабын нақты айта алмай қиналып тұр. Сонда басқасы оның не айтқысы келетінін түсініп, оған көмектескісі келеді де дәл сөзді тауып алады. Бүкіл әңгімені жеңілдетеді. Және ең бастысы, сол топта тұрған балалардың ешқайсысының да ешқандай сұрақтары қалмайды. Міне осындай жағдайда сөз тапқанға қолқа жоқ деген мәселе қолданылады. Немесе бір бала ауырып, бірнеше күн бойы мектепке бармай, үйде жатқан. Тәуір болғаннан кейін мектепке барып, өзінің үйде жатқан кезінде математиканың бірнеше қиын және маңызды тақырыптардың түсіндірілгенін аңғарады. Ол мұғаліміне барып, одан сабақтан соң қалып, оған сол тақырыптарды түсіндіруін сұрайды. Мұғалім бұнымен келіседі де, оқушы 7-ші сабақтан кейін математика апайына барады. 7 сабақ бойы миы ашыған бала енді математиканың бірнеше қиын және маңызды тақырыптарын игергісі келеді. Не болған білесіз бе? Әрине, ол ештеңені де түсінбейді. Бірақ ол мұғаліміне түсіндім апай, рахмет дейді. Үйге келіп WhatsApp группасын ашса, сынып жетекшісі математика мұғалімінен бір хабарды алған екен. Ертең математикадан ТЖБ жазатын болдық. Оқушы ештеңе түсінбей, енді не істейтінін білмейді. Ол шаршап, төсегіне жатты да, кешке қарай тұрды. Қараса, ағасы университеттен келген екен. Ол одан сол тақырыптарды түсіндіруді сұрап, ағасы оған көмектесті де, бала барлығын түсінді. Өйткені ағасы математика мұғалімі сияқты терминдерді қолданбаған. Керісінше, інісіне түсінікті болу үшін оған барлығын асықпай, түсінікті түрде түсіндірді. Інісі барлығын түсініп, сөз тапқанға қолқа жоқ деді. Яғни осындай түсінікті түсіндірмеден кейін інісінде ешқандай да сұрақ қалған жоқ. Енді барлығын аударайын. Поговорка «сөз тапқанға қолқа жоқ» используется, когда кто-то в нужный момент говорит то слово, которое объясняет все. Например, в группе детей идет разговор. Допустим, один не может найти слово, которое хочет сказать, и мучается, и он до сих пор ищет вот это слово. А другой помогает ему. Он понимает, что он хочет сказать, находит то слово, и после этого слова у никого из этой группы детей не остается никаких вопросов. То есть то слово, которое он сказал, оно объясняло все. В этом моменте используется поговорка «сөз тапқанға қолқа жоқ». Или же другой пример. Допустим, один пацанчик заболел. Долгое время его не было в школе. И вот он пришел, выздоровел и осознал то, что оказывается, когда он болел и лежал дома, несколько очень важных и трудных тем по математике были уже пройдены. Что он делает? Он просится у своей училки по математике, чтобы он подошел к ней после всех уроков, после 7 уроков, и чтобы она ему еще раз объяснила. В конце концов, училка соглашается, и вот прошло 7 уроков. После 7 уроков он приходит к ней, и она все ему объясняет. И угадайте что? Он, конечно, ничего не понимает, потому что
его мозги, они работали в течение 7 уроков, и теперь он собирается понять несколько трудных и самых важных математических тем. Но что он делает? Он говорит своей апайке: «Рахмет, апай, цындым», и уходит домой. Приходит домой и открывает группу WhatsApp. Оказывается, классуха скинула сообщение апайке по математике. Оказывается, завтра будет Сочи по математике. Он даже не знает, что делает, и он ложится спать. Встает вечером, и оказывается, его старший брат уже пришел с университета. Он просится ему и спрашивает, сможет ли он объяснить ему эти темы. Он ему все объясняет, и самое главное, он понимает. Почему? Потому что его старший брат не использовал всякие там трудные математические термины, как его училка, а наоборот, все постепенно, понятливым языком начал ему объяснять. Он все понял, и тот младший брат говорит старшему: «Сөз тапқанға қолқа жоқ». То есть, старший брат ему объяснил, и он нашел самое главное, то слово, которое позволит ему понять всю эту тему. Болды достар, сау болыңыз.